Сәлем, сенімен бірге мен Айша. Менің жасым 14-те. Мен туылғаннан бері менің түрімді анам ұсқынсыз деп санайтын еді. Маған анам өте әдемі қыздарды көрсетіп айта береді. Және менің ойымша анам мені ұсқынсыз деп санайды. Мен әртүрлі кино көрген кезде ол жерде әдемі адамдарды көретін едім. Бірақ анам маған айтатын: сен өскенде бетіңе операция жасасаң, сен де өте әдемі боласың дейді. Маған анамның ойы вообще ұнамайтын еді. Маған сыйлық бергенде мен құмырсқалардың ұясын жақсы көретін едім. Маған олар ұнайды. Мен көптеген құмырсқаларды көремін. Адамдар құмырсқаға ұяларын алып, соны ойнатады. Мен де солай туған күніме сыйлыққа сондай құмырсқалар алғым келетін еді. Маған біреу сыйлық сыйласа, маған дәл осындай құмырсқалардың ұясы ұнайтын еді. Бірақ маған анам туған күніме маған өте көп косметика әкеліп берді. Маған анам айтты: сен осыларды жақсаң, сен әдемі болып шығасың деді. Бірақ маған ол ұнамады. Мен әртүрлі киініп, мен боянбай солай жүре бердім. Маған анам айтатын: сен осылай боян дейді. Бірақ мен боянбайтын едім. Сен жігітпен жүрме деп маған анам қанша рет айтатын еді. Бірақ мен Тимур деген баланы жақсы көретінімді анам білмейтін еді. Ол тіпті маған көптеген сыйлықтар сыйлайтын. Бірақ оны анам білмейді. Анам білсе, ол тіпті жаман болып кетеді. Бір күні үйге Тимур келіп қалды. Есікті сол кезде анам ашқан еді. Анам: сіз кімге келдіңіз деген кезде Тимур Айшаға келдім деп айтатын еді. Сол кезде анам: сен мен Айшаға келіп тұрсың ба, осындай жігіт дейді. Мен анама өте қатты шыным келіп кетті. Мен сондықтан Тимурдан кешірім сұрап бөлмеме кіріп жыладым. Мен ойлайтын едім, анам мені жақтыртпайды, мені әдемі емес деп санайтын деп. Мен құрттай кезімнен ұсқынсыз едім. Және де анам маған бірақ ештеңе деп айтпаған. Мен және де үйден қашып кеттім. Және де біз Тимур екеуміз паркте кездестік. Мен Тимурға болған жағдайдың барлығын айтып бердім. Мен Тимурға айттым: анам мені ұсқынсыз деп санайды деп барлық айтқан сөздерін айтып бердім. Және де Тимур өзіне менің әдемі екенімді айтты. Мен Тимурдың ол айтып болғасын мені сүйіп алды. Және де мен Тимурдың айтқан сөзінен кейін ойланып қалдым. Және мен содан кейін анамның сөзіне мән бермейтін болдым. Себебі менің әкем анамды бір жас әдемі қыз үшін тастап кеткен еді. Сондықтан да анам мені көре алмайды деп ойлайтын едім. Мен және де Тимурдың сөзінен кейін бақытты ешкімнің сөзіне мән бермейтін болдым. Достар, осы видеоға көп лайк жинап тастайық. Сол кезде келесі видео шығатын болады.